хижрет оқиғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Абу Бәкір түйесін дайды. Абу Бәкір сценарийдің авторы ғой негізі. Хижреттің сценарийінің авторы Абу Бәкір. Адамдар дайындаған. Абдулла ибн Урайқ мұсылман емес, мүшрик, бірақ жол көрсетеді. Амир ибн Фухайра заттарды дайындайды, түйені алып келеді, қоймен жүріп отырады, ізді жауып отырады. Бәрін дайындайды сценарийін ше. Стратег. Енді қарасаңызшы, соңында келеді де не дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға? Мына түйені, я Расулалла, сізге осы түйе сыйлық болады барады дейді. Сонда пайғамбарымыз не дейді? Алмаймын Абу Бәкір дейді. Құнын төле деп айт, сол кезде бар балам дейді. Тегін алмаймын дейді. Тегін алмаймын дейді. Пайғамбар алмайды тегін. Қарыз қалады да кейін ақысын қайтарып береді. Жаңа түйенің құнын ше. Сонда қараңызшы дейді. Осы жерде дейді, адамдардан бірдеңе алу дейді, сенің дағуатыңның тоқтауына тағы бір себепші дейді. Адамдардан бірдеңе алдың ба дейді, болды дейді. Сен оның қас-қабағына қарап уағыз айтатын болып қаласың дейді. Алмақтың салмағы бар деп. Алмақтың салмағы бар дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп ол мына нәрсе туралы айтшы десе, соның көңіліне жағатын нәрсені айтасың дейді, настроениесіне қарап. Өйткені одан алып қойғансың дейді жаңағы. Ал мына нәрсе туралы бізге айтпай ақ қойшы десе, ол туралы айтпайсың сен дейді. Көрдіңіз ба? Сөйтіп дағуаттың нұры жүректерден өшеді дейді. Айлыққа қараған адам боласың да қаласың дейді. Көрдіңіз ба? Сол кезде мінбарлардағы дағуаттың нұры өшеді дейді адамдардан. Өйткені адамдар бұл дінге айлық төлесе ғана жұмыс істейтін қызметкер ретінде қарайды дейді. Сөйтіп пайғамбарлық миссияның мирасқорларының жаңағы орындалмай қалады. Сөйтіп қарап отырсам, бұл біздің заман екен ғой. Тапсырма берсе ғана жұмыс істейсің, былай уағыз айтпайсың. Мынау туралы іс-шара өткіз десе өткізесің, былай өткізілмейді. Неге? Өткен сондай заманға кетіп бара жатырмыз, біз дағуаттың нұры өшкен заманға кетіп бара жатырмыз да.